Әкім болсаң осы. Көрінгенмен сүзісіп мүйіздесіп жүргенің. Жұрттың көңілін табу қиын қазір. Сатпас Таппасыч. Бүгін 30 мамыр. Сіз әкімсіз. Бүгін сіздің жеке адамдарды қабылдайтын күніңіз. Кім келіп тұр екен? Ақын. О, ақын. Ақын болу оңай деймісің, қарағым. Аузында жүру асқынған әрбір жараның кірсін. Ассалаумағалейкум, аға. Ой, ақыным. Аша бермейтін есігің емес еді ғой. Ашынса, егер адам ойланбастан, ажалдың қақпасын көзі қағады. Сұрасаң, ақын деген атымыз бар, және де 4-5 шығарған кітабымыз бар. Сонда да әлі күнге керек емес, кеңеймей қойды аға керек емес. Қамалып бірнеше жан бір бөлмеде, отырмыз бірнеше жыл қозғалмастан. Беуде. Бермесең, бермей ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды. Осылай баяғыда деген екен, ашынған мен сияқты бір ағамыз. Сол ма бар жұмысың? Оны мен баяғыдан бері неге естімей жүрмін? Қайдам, зарлап ақ жүрміз ғой. Көрдің ба, дұрыс зарламағасың. Мен естімегенмін. Сен сияқты заманымыздың заңғар ақынына жағдай жасай алмасақ, осы орында неге отырмын мен, а? Сен деген мықты ақынсың ғой. Анау кім еді әлгі? Мағжан, Мұқағали. Сен Абайдан да биік тұрсың ғой. Ой, енді Абаймен теңесу қайда бізге? Сен одан да зорсың. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым деп жүрген Абай. Байдың баласы болса да үйі болмаған квартирасы. Иә? Ал сенің бір бөлме болса да квартираң бар ғой? Бар бір бөлме. Әнеге көрдің ба? Газ бен светті алып қараш. От пен ошақтың қасында күн өтті ғой. Иә, енді ол сенің жағдайың Абайдікіне қарағанда тәуір. Тәуір. Оның үстіне дәріханаға бару үшін сен сайы саланы, талдың тасасын іздемейсің. Иә? Үйіңнен шықпай жазуға барлық жағдай жасалған. Ыстық су, суық суың ағып тұр, дұрыс па? Енді ол рас енді. Көлігің бар ма? Енді көріп көргенде бір жаман москвич бар. Жаман москвич. Абайдың белесебеті де болған жоқ қой. Айтып отырмын ғой, сен сұмдық ақынсың. Шынды да? Мыңмен жалғыз алыстым, күнә қойма деген сөзімен ақ Абай жағдайым не важный деп тұр емес па? Оның үстіне Абай би-болыстармен тартысып өтті. Сенімен біздің тартысқан кезіміз болды ма? Жоқ, Құдай сақтасын. Қайта осы әдебиет пен мәдениет қайраткерлеріне қайтсем қол ұшын беремін деп ұйқы көрмей жүрмін ғой мен. Енді оныңыз рас, енді қызметіңіздің қиын екені рас. Шынында да менің қасымда Абай деген кім? Айтып отырмын ғой мен. Өмірде жазғанның рахатын көрмеген ақын ғой. Әнеки. Ал мен болсам былтыр юбилейімді өткіздім. Әнеки. Ол болса 150 жылдық юбилейін өткізді. Әнеки. Сонда өзі қатыса алмады ғой. Әнеки. Шынында да мен тереңнен ойламаппын, менде бәрі бар ғой. Сен терең ойланшы, терең. Бұрынғыларды былай қойғанда қазір қазақта сенен асқан ақын жоқ. Рас, сен жаза бер. Жазам. Мен аман болсам, сен жерде қалмайсың. Жаз. Рахмет аға, мен сіз туралы жазам. Сіз туралы жазам. Былай, ода. Алтын ағам, күндей болып алдымда жарқыраған. Өзгелер таласпасын, мен олардан бәрібір тартып алам. Бәрекел. Осы ақындар сендер от болып кетесіңдер де от болып жоқ болып кетесіңдер. Асықпай бір келсеңші, асығып жүрсің, кетіп барасың. Не шаруамен келіп едің маған? Шаруа болғанда мынау соңғы кітабын сізге сыйлайын деп. Мұнан қарашы, кітап шығарғансың, Абай осының бірін көрмеді ғой. Жоғы? Қараш, биттің қабығындай болса да кітап. Ой, сен сұмдық ақылсың. Сен шабытың шашырап кетпей тұрған кезде үйіңе барып жаз. Оқиын бақа. Сен ұйықтамай үйіңе барып жаз. Ұйықтамай жаз. Алтын ағам. Жақсы. Алдында күндей болып жарқыраған. Жақсы. Абайдан садаға кет. Сен сияқты ақын көрсем көзім шықсын. Сатпас Таппасыч. Бүгін 18 мамыр. Сіз әкімсіз. Бүгін сіздің жеке адамдарды қабылдайтын күніңіз. Тағы кім келіп тұр екен? Дәрігер. Ой. Дәрігер адам емдеп әбігер. Дәрігерді қарсылайық.
шақыр. Ойбай. Кірсін. Сәлемат боларсыз. Болсақ болармыз, дәрігер шақыртқан жоқ сияқты едім. Ағатай, шақыртуды күтпей-ақ шын қиналсақ келеміз. Жаз дегенің қыс болды, бұл не деген іс болды. Төбемізден сыз өтіп, табанымыздан су өтті. Елдемдеудің алдымен өзіміз өлеттім болдық қой. Пәтер сұрап 6 жыл алдыңызға кеп жүрміз. Беу! Елден емес Ағатай, ашып жүрген есіктен ұят болды Ағатай. Ойбай. Екі шекемнің солқылдауын қараш. Дұрыс, бозторғайым, дұрыс. Маған келгенің дұрыс болған. Осы жаңа ғана сен ойлап отыр едім. Дұрыс. Әлгі кім еді сендердің ана әлгі ғұламаларың? Ибн. Авиценна. Ибн Сина. Ай, сол ғұламаларға қарағанда сенің жағдайың әлдеқайда тәуір ғой. Олар емдік шөп іздейміз деп, жалаң аяқ, жалаң бас, тау тасты кезіп, табаны тасқа тілініп, не көрмеді бейшаралар? Ал сендердің аяқтарында Италияның етігі. Жазда біреуін, күзде біреуін, қыста біреуін кесіңдер. Сөйтіп жүріп арыз айтасыңдар, Арыз айтқанда енді. Жарай, дұрыс, түсінем. Дәрігерлердің жағдайы нашар, үй жоқ, күй жоқ. Мұна баяғы ғұламаларды айтам да. Бір ауруды емдеу үшін сол ауруды өзіне жұқтырып өліп қаласақ тағын ғой. Кейбіреулер өліп кеткен. Ал сендер көшіп қонып жүріп, көкжөтел болдық дейсіңдер де емделмейсіңдер. Етік-шетікке жармайды дегендей. Оның үстіне қараш, кигендерің ақ халат. Баяғыларда бұның бірі болған жоқ қой. Қай ауруды қалай емдеймін деп бас қатырмайсыңдар. Бәрі кітапта жазулы. Бетін ашта, бітті емдей бер. Тіпті солардың тегін тауып біткен дәрісін сатып сендер қазір пайда тауып отырсыңдар ғой. Сөйтіп жүріп жағдай жоқ дейсіңдер, Оның үстіне адамның басы ауырып отырған кезде нервісін ойнатып қолдарыңды тап-таза спиртпен жуасыңдар ғой сендер. Енді бұрынғыларға қарағанда жағдайымыз тәуір. Басымай. Дұрыс қой, одан артық не керек? Айта қойшы, одан артық не керек? Ертең күнім не болады деп ойламайсыңдар. Біздің жатсақ тұрсақ ойлайтынымыз осы сендердің қамдарың. Әуел денсаулықты да бердік мінеки құрсын. Ойбай, басымай. Жүрегім, ойбай, жүрегім. Ағатай, жүрегім. өзгелер үшін өлесіз бе? Бір сәт өзіңізді де ойлап емделсеңіз. Қайдағы емделу? Мен бір сәтке кетейінші, сен сияқтылардың күні не болады? Ойбай, жүрегім. Сатпас таппасыч, жүрек сол жақта. Жүрегім. Басқалардың жаны сізден артық па? Мына бізден артық па? Сіздей арқа сүйер ағалар аман болсын. Сөйтсінші, Ағай, тамырыңызды ұстап көрейін. Міне, қара, дік, көрдің бе? Қан айналып, жаман, давление көтеріп, жаман болып отыр, көрдің бе? Емделу керек. Емделетін уақыт жоқ айналайын, емделетін. Осы асығып келіп, асығып кетесіңдер, неге асығып жүрсіңдер өзі? Асықпай бір келсеңдер сөз, денсаулық жайында әңгіме айтайық. Бізге келмей кеттіңіз. Уақыт жоқ, бару уақыт жоқ. Бара ғой, ауруларың күтіп қалды, бара ғой. Не шаруамен келіп едің маған, айта ғой. Сіздің амандығыңызды білейін деп. Аман, бәрі жақсы. Бара ғой. Ауруларың күтіп қалды. Ауру көп, бара ғой, бара ғой, жақсы. Бара ғой. Біз енді ауру көп, бар айналайын. Мен жалғыз бірақ қана ауру, ан жақта көп ауру, бара ғой айналайын. Бара ғой. Келмей кеттіңіздер ғой дейді. Құдай сенің алдыңа апармасын. Сатпас таппасыч. Тыңдап тұрмын әкімнің аппараты. Бүгін 18 мамыр. Сіз әкімсіз. Бүгін сіздің жеке адамдарды қабылдайтын күніңіз. Тағы кім кеп тұр екен? Әртіс. Әртіс. Әртіс, кірсін ол, кірсін. Әртіс келе жатыр, әртіс. Бұл итпен әртістің жүрмейтін жері жоқ өзі. Кір. Ассалаумағалейкум. Әртісім, түргене болғаны, Үйпалақ болып. Мәшине басып кеткен шелек сияқты мылжаң шығыпты ғой. Қазір аға. Несін айтасыз ағасы, несін айтасыз ағасы, айлығымыз, шайлығымыз болмай, ай жайымыз мынау келіспей,
Ай, қойныма келін тоқтамай, балағымыз батпақ, жағамыз сатпақ, баста баспана жоқ, сондықтан үйде асқана жоқ. Ай, әртіспісің деген ай. Қойынға келін тоқтамай дедің ғой? Иә. Қай әртістің қойына келін тоқтап еді? Сендер өз әртістер тұқымдарыңмен сондайсыңдар ғой. Қойыншы. Осы әртістердің жағдайын ойласам, ойланбай-ақ о дүниеге тартып кеткім келеді ғой. Қиын аға, қиын. Баяғының сал серлерін айтсаңшы. Қайда барса да салулы төсек, салқын үй. Қыз келіншектерді айтсаңшы. Пақ шіркін. Торыңыз үйге сәуле кіріпті деп, біріңе бірің күліп жатқан қандай. Мойныңа ақ білекті асып тастап, дәмін қалқатайдың татқан қандай. Ей шіркін, заман солардікі болған, ә? Ай, бірақ сенің олардан қай жерің кем? Сен де сері бол, басың бос. Бір үйі бар, кейкі келіншек тауып алда кезек-кезек барып тұрмайсың ба? Оны қайдан табын? Іздеп? Жоқ, мен бір-екі адрес берейін ба? Аға, өтіп қанша жүреміз. Көсемдерге тамада болғанда ғана қажетпіз. Құдайдан қайтет деп шығарып салады. Құдайдан қайтет деп жүріп өзімізде Құдайдың алдына баратын жасқа келдік қой ағасы. Тәуба де тәуба. Бұрынғылар шалқып жүргендейсің. Менің соған күмәнім бар. Bir жан салды алып қараш. Не қызық көрді бейшара. Жынданған деп байлап қойып сабады. Ал сені біздің сабаған кезіміз болды ма? Әніңді шырқа, күйіңді тарт, биіңді биле. Сендердің жағдайыңды ойлайтын біз бармыз. Ақан серін алып қараш, не қызық көрді бейшара. Мінеп жүрген құлагерін ұрып өлтірді. Ал сен мәшин алсаң, гайде тоқтатпайды. Ол рас аға. Қалған жағдай, тұрмыс, тірлік деп, ұсақ түйекпен басыңды қатырма. Оны ойлайтын біз бармыз. Түсінем, үйім тар деп шақыра алмай жүрсің. Бұйырса барып та қалармыз. Тым суыт тұрсың ғой батырым, не шаруамен келіп едің? Жуық арада ауылға келіп қонақ болып кетіңіз Қодар аға. Рахмет. Бұйырса барып та қалармыз. Қош қозы. Уағдаласқан күні жолығармыз. Қош. Қош Қодар аға. Қош қозы. Қош. Аға, қозыныз Қодарын сен болып кеттің? Қош қозы. Баян күтіп қалды, баян. Баян. Асау сұлу ақ баян. Асау сұлу ақ баян. 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 Әртіспісің деген. Образға кіргізіп жібермедім, шыға алмай қалды. Жағдайым жоқ дейді. Бұл өнер адамдарын аш ұстау керек. Аш адамнан адал өнер туындайды. Қамалған ит қабаған келеді деп бұрынғылар тегін айтпаған ғой. Сатпас Таппасыч. Тыңдап тұрмын. Әкімнің аппараты. Бүгін 18 мамыр. Сіз әкімсіз. Бүгін сіздің жеке адамдарды қабылдайтын күніңіз. Анау көмекшім қайда мен? Абонент қызмет көрсету аясынан тыс жерде. Абонент қызмет көрсету аясынан тыс жерде. Қой, елдің жағдайын ойлаймыз деп жүріп өз жағдайымыз ұмыт қалмасын. Мені Аппас-Жаппасовпен қосып жіберші. Тың. Әләу, Аппас-Жаппасович, сәлематсыз ба? Бұл мен ғой, Сатпас Таппасович. Ой, халдың несін сұрайсыз? Мүшкіл. Ой, мүшкіл. Қызметке мінген көк волгы көнердім. Әлгі бір иномарканың хабарын білейін деп. Мен сияқты кішігірім басшылар тегіс иномарка мінгеш. Иномарка! Ой, иномарка! Ештен етпес. Баяғыда Абылай хан Волга түгіл Запорожецтің де не екенін білмей ақ ел бастады. Сен Абылайдан да мықты болып тұрсың.
Сонда да болса еңбегіміз бар дегендей. Құмырсқаның да еңбегі бар. Бірақ ол шегірткені атқап мінем демейді ғой. Еңбегің болса ескереміз. Сол үшін отырмыз ғой, осы орында. Сау бол. Айтпақшы, не шаруамен позвондап едің? Жай, сау болыңыз. Қарашы, кісідегінің кілт аспанда деген осы ғой.